Ханталапай ойынын ойнайық балалар. Балалар, Ханталапай ойын ойнамас бұрын бірінші ойын ережесін түсіндіре кетейін сендерге. Менің қолымда қоржында асықтарым бар. Осы асықтардың арасында бір асық хан асығы деп аталады. Мен талапай басталды ойын алақай деп қоржындағы асықты ортаға шашқан кезде, сендер алақай деп асықты жинап аласыңдар. Сосын хан асығын кімге түседі, сол бала ойын шарты бойынша бірінші бастайды. Бір асықты сақа асықтарыңды қолдарыңа алып қалып, қалған асықтарын бәйгеге тігесіңдер. Бәйгеге тігіп, кім құлатса, асықты қоржынына салады. Ал кім асықты құлатамаса, ойын ережесі бойынша мен сол балаға сұрақ беремін. Сұраққа жауап берген бала ары қарай ойынды жалғастырады. Балалар, түсінікті ме сендерге? Яғни ойынды бастайық. Жарайсың, көз айымға түсті хан асығы кән балалар? Келіңдер. Бәреге дәлдей ғой. Көз айым мен саған сұрақ қойайын. Біздің рәміздерді айтшы? Ятамату арнам. Жарайсың, көз айым. Енді кеп. Айша, сен бастайын. Жарайсың, Айша. Қоржыныңа сала ғой. Медина, мен саған сұрақ қойайын. Медина, біздің ұлттық ойындарды айтшы қойшы. Ханталапай, Зайге. Жайжайымызға отырып, қоржындағы асығымызды санайықшы. Айша, сен санай ғой қоржындағы. Асықтан көріңдер абылаңа. Ал балалар, сан бойынша сырыммен көз айымда бір есеп болды. Екеуіне мерген деген атақ береміз, балалар. Ханталапай ойыны қызық болды ма?